Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай болып шығатын балды торттың рецебін ұсынбақшымын. Өте жұмсақ, нәзік болып шығатын керемет рецепт. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. Осылай отқа қоюға арналған ыдыстарыңызға қанттарыңызды, ұндарыңызды салып, венчиктің көмегімен осылай араластырып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды саламыз, және де жұмыртқаны да кішкене араластырып аламыз. Сүтімізді жаймендеп осылай бірінші кішкене бөлігін салып аламыз. Сүтіміздің құйып, осылай жақсылап біріктіріп, араластырып аламыз. Енді сүтіміздің қалған барлық бөлігін құйып аламыз. Дәл осы рецептерді описание бөлімінде қанша мөлшерде қосу керектігін қалдырып кететін боламын. Осылай отқа қойып, үздіксіз араластыру нәтижесінде біздің креміміз дайын болады. Міндетті түрде үздіксіз астан араластыру қажет болады. Мұнда ұн қосылғандықтан кішкене асты жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай тоқтамай араластырып тұрасыздар. Міне достар, біздің креміміз кішкене қоюлана бастады, қайнатпалы креміміз. Міне осылай кішкене қайнайды. Қайнаған кезде отымызды өшіреміз. Осылай келесі ыдысқа тез суу үшін осылай бетінен пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында суытамыз. Ал енді біз коржын дайындаймыз. Коржын дайындау үшін осындай бал қолдандым мен. Кішкене әселіміз қайнағаннан кейін бетіне содамызды салып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Осылай көпіршиді, одан қорықпасаңыздар болады. Осылай араластырып тұрасыздар міндетті түрде. Әселіміз күйіп, кішкене түсі өзгере бастайды. Дәл осылай карамель түс дейді ғой, сол кезге дейін осылай араластырып отырасыздар. Сосын сары майларыңызды саласыздар. Сары май, маргарин немесе кез келген сары май түрін қолдансаңыздар болады. Міне біздің балымыз дайын болды, қайнатып қойдық. Ал енді таза ыдысымызға қантымызды, жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамызды ағарғанша миксерлейміз. Жаңағы қайнатқан әселімізді құямыз жұмыртқаның үстінен, және де барлығын жақсылап миксерлейміз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, жаймендеп саламыз. Мен 3 бөлікке бөліп салып алдым ұнымды. Миксермен ешқандай түйіршік қалдырмай араластырып шығамыз. Ұнымыздың ең соңғы бөлігіне қопсытқышымызды салып жібереміз, және де жақсылап миксерлейтін боламыз. Лопатканың көмегімен шет-шетіндегі ұндарды қамырға біріктіретін боламыз. Қамырды дәл осындай 5 бөлікке бөліп алдым мен теңдей етіп. Ал енді табамызға пергамент қағазын төсеп, жаңағы қамырымызды салып, қасықтың көмегімен осылай жайып алдым, тегіс етіп. Міне дәл осылай екіншіде табамызға салып, қасықтың көмегімен жайып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, лайк қойып, мені қолдап кетіңіздер.
Енді 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, өте жұмсақ корждарымыз дайын болды. Ыстықтай осылай өзінің формасын келтіріп кесіп аламыз. Жан-жағындағы корждарды бетін сәндеуге алып қоямыз. Ал енді креміміздің қалған бөлігін дайындап бастаймыз. Осындай бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, миксердің көмегімен ағарғанша миксерлеп аламыз. Жаңа қайнатпалы кремімізді алып, жаймендеп осылай бір-бір қасықтан салып, сары майымызбен араластырып аламыз. Барлығын бірден салмай, аз-аздан салып араластырып отырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Біздің корждарымыз дайын болды. Мұнда қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Менің корждарым тегіс шығу үшін осындай кольцоны пайдаландым, 4 бұрышты. Қараңыздар, кремін осылай 5 бөлікке бөліп салып аласыздар. Қасықтың көмегімен шет-шетіне барлығын жеткізіп, жағып шығамыз. Ең соңғы коржымызды да салып алдық. Коржымыздың бетін осылай кішкене креммен жағып жібереміз. Шет-шетіне де кремдерімізді жағып шығамыз. Осылай жаңағы шет-шетінен артылған корждарымызды блендермен ұнтақтап, осылай бетін сәндеуге қолданамыз. Міне достар, біздің балды тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Тоңазытқышқа 4-5 сағатқа салып алсаңыздар, өте дәмді болады. Кремдеріңіз кожға сіңеді. Егер де бірден кесетін болсаңыздар, кремдеріңіз кішкене қатып, кожға сіңбегендіктен кішкене жан-жағынан ағып тұруы мүмкін. Сондықтан тоңазытқышқа міндетті түрде 4-5 сағатқа салып алуларыңыз қажет. Міне достар, дәл осындай тортымыз дайын болды. Оқтаусыз жасалады, ешқандай оқтаудың, жаюдың қажеті жоқ. Өте жұмсақ, нәзік торт. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, ас болсын.